Бірге тиімді қызметімен абоненттік төлемді айына 20%-ға дейін үнемдеу оп-оңай. Қызмет нөмірлері топтарға біріктірілген абоненттерге абоненттік төлемге жеңілдік алуға мүмкіндік беретінін естеріңізге саламын. Қызметті пайдалану бұрынғыдан да тиімдірек бола түсті. Біз 6 және 7 абоненттен тұратын топтар үшін жеңілдік көлемін 20%-ға дейін көбейттік. 2 адамнан 5 адамға дейін топтар үшін жеңілдік бұрынғысынша 5%-дан 15%-ға дейін көлемде қалды. Және тағы бір тамаша жаңалық. 2022 жылғы 8 желтоқсаннан 2023 жылғы 28 ақпан аралығында бірге тиімді қызметінің жаңа пайдаланушыларына 5 гигабайт бонустық интернет трафик қоса берілетін болады. Мысалы, сіз қызметті бірінші рет пайдаланып тұрсыз делік. Яғни, бұрын басқа топтың ұйымдастырушысы немесе қатысушысы болған жоқсыз. Топтың ұйымдастырушысы ретінде досыңызға шақырту жібердіңіз, досыңыз сіздің шақыртуыңызды қабыл алып, алғаш рет қатысушы қатарына кірді. Бұл жағдайда 5 гигабайт бонус екеуіңізге де, ұйымдастырушыға да, қатысушыға да беріледі. Сонымен, егер топта 2 қатысушы болса, ұйымдастырушымен бірге есептегенде, онда 5% жеңілдік беріледі. Егер 3 қатысушы болса, 10%. 4-5 қатысушы болса, 15% жеңілдік беріледі. Ал егер 6-7 қатысушы болса, онда ең жоғарғы 20% жеңілдік беріледі. Қатысу шарттары өзгеріссіз қалды. Топты ашу тегін. Бір уақытта тек бір топтың ғана құрамында бола аласыз. Не қатысушы, не ұйымдастырушы ретінде. Қатысушылар әртүрлі мұрағаттағы немесе өзекті Теле2 тарифтік жоспарларынан бола алады. Қызметті қолдануға болатын тарифтер тізімімен мобильді қосымшада бірге тиімді, толығырақ бөлімін басып, қызметтің сипаттамасын оқу арқылы таныса аласыздар. Және жеңілдікке ай сайын абоненттік төлемді уақытылы төлеген жағдайда және нөмірлер топқа біріктірілгеннен кейін абоненттік төлем келесі есептен шығарылған кезде қолданылады. Әр қатысушы абоненттік төлемді өз бетінше төлейді, және әр абоненттің, оның ішінде топты ұйымдастырушының да тариф үшін ақша шешіліп алынатын күні топ құрылғанға дейін қай күн болса, сол күн болып қалады. Жеңілдік топқа кіргеннен кейін қолданылатын болады. Төлем уақытылы жасалмаса, жеңілдіктің күші жойылады, ал топтың басқа қатысушыларының жеңілдігі азаяды, және ол абоненттік төлемді уақытылы төлегендердің санына қарай анықталады. Жеңілдікті қалпына келтіру үшін абоненттік төлемнің толық сомасын төлеу қажет. Шарттарды топтың барлық мүшелері орындаған кезде максималды жеңілдік мөлшері қалпына келуі мүмкін. Сондай-ақ, күн сайынғы пакет үшін төлем шешіліп алынған жағдайда да топтың жеңілдігі сақталып қалады. Мобильді қосымша немесе сайттағы жеке кабинет арқылы топ құра аласыз, немесе топ қатысушысы бола аласыз. Топты құру үшін бірнеше қадам жасау қажет. Ең бірінші, ұйымдастырушыға мобильді қосымшадағы бірге тиімді бөліміне кіру қажет. Сосын топ құру батырмасын басып, әрі қарай қатысушыларды қосады. Және шақыру батырмасын басады. Шақыртуға жауап күту мерзімі 24 сағат. Қатысушыға бар болғаны қабылдау батырмасын басып, ұйымдастырушының шақыртуын қабылдау қажет. Достарыңызбен, жақындарыңызбен топқа бірігіңіздер, бірге тиімдірек.